Кең байтақ қазақ жерінде қаншама жер су атаулары бар. Олардың аталу себебі сыры неде? Бүгінгі ұрпақ сол сырды біліп өсіп келе ме? Осындай сауалдар әрбір ұлт жанды азаматты мазаламай қоймайтыны рас. Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Жылтыр ауылының маңында Орынбай көлі деген жер бар. Ол біздің үлкен атамыз Жақайым аға баласы Бәйімбеттің ақтекесінен тараған Орынбай атамның құрметіне аталған мекен. 1876-1949 жылдар аралығында өмір сүрген үлкен атам Орынбай кезінде қолдан бөгет жасап, Көкаралдан 15 үйді көшіріп әкеліп, Жылтыр совхозына қоныстандырған екен. Темір жол бойында тірлік бар. Балалардың болашағына оң ықпал етеді деп, елдің келешегін ойлаған Орынбай атамның көрегендігі көп еді. Өз заманының сауатты адамы, барша жан үшін уайым жеп, қиын сәтте қолдау жасайтын жанашыр, сөзі өтімді, елді аузына қаратқан мол парасат иесі болған атамның отырған шаңырағын ырым етіп, ауылдың қаншама келіні сәлем салып, босаға аттады. Арнайы келіп, қаншама адам бата алды десеңізші. Бүгінде сол қадірі мен қасиетін жоймаған, қарапайым болса да, құрметке ие Орынбай атадан тараған Дерімбай, Диман, Балтенге, Өтеубайдың балалары өскелең ұрпаққа ата-бабаның өмірін шежіре қып, түйіп, тарих қып, қаттап келеміз. Орынбайдың балалары Диманнан Төреғазы, Серғазы, Кеңес, Зина, Сара, Салиқа есімді ұл-қыз өсіп өніп тамыр жайды. Өтеубай офицер шеніндегі әскери адам, жары Бәтима екеуі Ұлы Отан соғысына аттанған еді. Өзі қан майданда көз жұмды, әйелі Бәтима елге аман оралып, мединститутта оқытушы болды. Артында ұрпақ қалмады. Орынбай қызы Балтенгені Балта деп еркелетіп атаушы едік. Ұзақ жылдар кітапханашы болып қызмет етті. Орынбайдың үлкен ұлы Дерімбай 1908 жылы дүниеге келген, өз замандастарынан оқ бойы озық туған жан болса керекті. Ерте хат танып, ауылдың ең алғашқы басқармасы болды. Көзі ашық, ойы ұшқыр, елдің мүддесін өз қарабасынан жоғары қоятын қасиеті, өзіне пәле болып жабысып, орда бұзар 30 жасында халық жауы деген жаламен жер аударылып кете барады. Сібірдің суығы мен ит жеккен тірлігіне төтеп беріп, енді елге ораламын дегенде Фин соғысына қатысады. Тарихтан белгілі сол соғыс сұм соғысқа ұласып, Ұлы Отан соғысы басталады. Жас азаматтың өсіп өнетін тұсында сұрапыл өмір кешкені қандай ауыр. Жап-жас Дерімбайдың бойында қаншама асқақ армандар бар еді. Қаламын қаруға, арманын ажалға айырбастап, майданға аттанып кете барды. 1942 жылы ауыр жараланып, госпитальдан хат жазады. Содан кейін хабар үзіліп, Дерімбай Орынбайұлы майдан даласында белгісіз солдат болып қала берді. Елде азаматтың аманатын арқалап қалған жары Балжан Дерімбайдан қалған тұяқ Төребай мен Бибіғайшаны азамат қып, ел қатарына қосуды мақсат тұтты. Қабақтың Құттыбайынан тараған Балжан әжеміз 1913 жылы дүниеге келген. 10 саусағынан өнер тамған ісмер жан еді. Қашан көрсең де бір шаруаның басын қайырып, тынымсыз еңбек етіп жүгіріп жүретін жан еді. Тарихи танымал тұлға Жанаман Ахунның шапанын алтын жіппен әдіптеп тіккен біздің Балжан әже болатын.
Қолының табы қалған сол киім қазір аудандық музейде құнды экспонат болып тұр. Ұл мен қызын оқытып, азамат қатарына қосып, адал сөйлеп, қадамын анық басты. Қызы Бибіғайша Балта апамыз секілді ұзақ жылдар кітапханашы боп қызмет атқарды. Қожа руының сыйлы келіні атанды. Үш үйге ортақ келін болып қызмет ету Балжан ананың тәрбиесін алған қыздың ғана қолынан келсе керек. Ағайынның бірлігін, азаматтың абыройын ойлаған жан ғана дана келінге айналары мәлім. Бибіғайша Мырзаберген жездеміз екеуі 10 бала тәрбиелеп өсірді. Жездеміз де текті жердің азаматы, көпке сөзі өтімді, қоғамға сыйлы болған, ұзақ жылдар мектеп басқарған көшбасшы тұлға еді. Дерімбайдың шаңырағының иесі, асылдың сынығы, әкенің шырағын сөндірмеген ұлы Төребай 1932 жылы дүниеге келген. Темірдей тәртіп пен тазалықты тәнімен де, жанымен де түсінген терең ойлы, талғамы биік жан еді. Тұйық мінезімен топ алдында тартынып сөйлейтін, халық жауының баласы деп теріс айналатын жандардан сақтанып, салмақпен ой бағатын. Сондағысы барын аузына тосып, күндіз түні амандығын тілеген анасының жанына қаяу түсіргісі келмеген еді. Қазақ ауыл шаруашылығында слесарь боп жұмыс жасаса да, алған марапаты, таққан медалі ел басқарған жандардан асып түсетін. Қарапайым жұмысшы болса да, съездерде делегат болып, елдің экономикасы мен саяси мәселелеріне етене араласты. Басшылардың өзі арнайы үйіне келіп, ақылдасатын, шешімін таппай жүрген мәселелердің түйінін шешуге кеңес алатын. Пікірі құнды, сөзі алтын, ісі адал тұлға 1995 жылы 63 жасында өмірден озды. Жүрегінің бір түкпірінде майдан даласында қалған әкесі Дерімбайдың жерленген орнын тауып, бір уыс топырақ салсам деген асқақ арман кетті. Төребайдың әйелі Күләй Шүйіншалы қызы 1930 жылы дүниеге келген. 49 жылы әкемізбен бас қосып, 13 баланы дүниеге әкелген батыр ана. Бала тәрбиесімен бірыңғай Балжан енесі айналысып отырған соң, еш алаңсыз мемлекеттік жұмыс жасап, елдің батасына бөленді. Төребайдың тұңғыш баласын Балжан әже Дерімбайдың кенже ұлы боп өссін деп есімін Кенжеғали қояды. 1951 жылы дүниеге келген, Алматыда оқып, Ақтауда механик мастер боп жұмыс жасап жүрген жерінен отбасы Шалқарға алдыртты. Жұмыс барысында сәтсіздікке ұшырап, небәрі 29 жасында кенеттен көз жұмды. Жалындап тұрған жас ғұмыр қапияда аққан жұлдыздай ағып түсті. 1956 жылы Төребай ұлы Шалқарбай дүниеге келген еді. Еңбексүйгіш, қызметіне адал азамат, бытшыда еңбек етті. Құрметті демалысқа шығып, баланың қуанышына бөленер сәтте 2020 жылы өмірден өтті. Құдай қосқан қосағы, Айнаш екеуі ұл мен қыздарын тәрбиелеп өсіріп аяқтандырды. Түйдей құрдас жұбайлар той думанда жұбы жазылмай жүрген жандар еді. Бірінен соң бірі жұбы жазылмай өмірден де өте барды. Ақ жарқын бауырдың жарқын бейнесі жүректе мәңгілік сақталады. 1970 жылы дүниеге келген Төребай баласы Сырлыбай Қызылордадан техникум бітіріп, ішкі істер саласында еңбек етті. Полиция капитаны, ортасына сыйлы, ер мінезді, абзал азамат еді. Амал нешік? Ердің жасы 50-ге толар тұста келместің кемесімен
қош айтысып кете барды. Артында 2 ұл, 3 қызы қалып, әке өмірін жалғастыруда. Төребай келіні Дүрия Қуанышбайқызы 1958 жылы дүниеге келгенді. Шытшыда механик боп қызмет етті. Қоғамның белсенді азаматы боп, әйел заты болса да, елдің әлеуметтік мәселелерінің шешімін табуына үлесін қосты. Аудандық мәслихат депутаты қызметін атқарды. Ұл мен қыздарын аяқтандырып, 2023 жылы 65 жасында өмірден озды. Қамал алар 40 жасында қыршын кеткен Мейрамбай Кенжеғазыұлының орны ағайынның арасында ойсырап тұр. Әке үмітін ақтар, ата жолын жалғар деп үміт артқан азаматтың өмірден ерте кеткені барша жанның қабырғасын қайыстырып кете барды. 2020-2023 жыл аралығы біздің әулет үшін ең ауыр жылдар боп табылады. Бір анадан жаралып, бір әкеден нәр алып өскен бауырлардан бірінен соң бірі ажырап қалу қандай ауыр болды десеңізші. Тағдырдың жазуына, Тәңірдің тартуына еш қарсы тұра алмайсың. Жоққа сабыр, қолда барыңа шүкір етіп, келер ұрпақтың амандығын тілей бересің, тілей береміз. Төребай әкеміздің бір ғана аманаты, әкесі Дерімбайдың жерленген орнын табу біздің жанымызға медет болды. Тарих үшін Ұлы Отан соғысы 1945 жылы бітсе, біздің әулет үшін сұм соғыс 2019 жылы аяқталды. Өйткені біз Төребайдан тараған 13 ұл мен қыз әке аманатын орындап, Ленинградта, Полтава қаласында Орынбаев Дерімбайдың жерленген жерін таптық. Өшкеніміз қайта жанып, қуаныштан көзімізге жас алып, әке алдындағы перзенттік парызымыздың өтелгендігіне көз жеткізгендей күй кештік. Марқұм Төребай әкеміз де орнынан бір аунап түскен шығар. Сөнбейді әке, шырағың, дәріптер сені ұрпағың, өзіңе арнап оқыған қабыл болсын Құраным. Бұл фаниден бақи дүниеге көшкен ата-бабамыз, ата-анамыз, бауырларымыз, шаңырақтың келіндері және өмірден ерте кеткен баламызға арнап оқыған Құран дұғамыз қабыл болсын. Жандарыңыз жәннатта болсын, ардақтыларым. Еске алушы Төребайдың ұрпақтары.